Әскерге аттанардан бір күн бұрын Сабыр Қараойға қарай құстай ұшты. Әкесіне көмекші болып жүрген Айзаттың таңғы 6-да қой өргізіп шығарын жақсы біледі. Қараойдың жазығы біткесін басталатын үлкен жотаның биігіне шығып алып, сонау алыста сағыммен бірге ағараңдап, қой ауылға тағатсыздана көз тігеді. Әлден уақытта көрінді-ау күткен салт атты. Алдында бір қора қойы бар Айзат малды асықтырмай жайлап қайырып келеді. Анда-санда табынан жырақ шыққан қозы-лақты хайт-хайт деп қайырып қояды. Таңғы жаңғырық қыздың нәзік даусын алысқа іліп ала жөнелді. Алдындағы жотаға көз түскен Айзаттың қуаныштан жүзі бал-бұл жанып шыға келді. Сабыр, сабыры ғой анау, дәл өздері белгілеген кездесетін дөңнің үстінде тұр. Қолын бұлғайды. Маймаңдай жайылған малдың жүрісіне шыдамы таусылған қыз табынды жотаға қарай қиялата дедектесе түсті. Жотадан жүгіріп түскен Сабыр Айзатты аттан көтеріп алды. Көппен көріспеген екеуінің шөліркеген ыстық албырт еріндері бірін-бірі асыға аптыға аймаласып ыстық сүйіске көміле берді. Сабырды әбден сағынған Айзат денесін қауырса сипалап, үйіріп әкеткен қарулы қолдың ырқына көне берді. Мамырдың таңғы самалы екеуінің бойындағы лап ете түскен құштарлық сезімінің отын өрлей түсті. Ләззатқа бөленіп шиыршық атқан қос дене көк шалғынға аймаласа құлады. Қыз үстіндегі жұқа жейдені епті қимылмен сыпырып тастаған Сабыр шалқасынан жатқан қызды ессіз құмарлықпен еміне аймалайды. Жігіттің ар қимылын жан тәнімен сезініп, ұйып бара жатқан денесін игере алар емес. Әрбір мүшесі тоят таба алмай, тағы дегендей, жігіттің әр қимылына жауап қата бастады. Осы сәтте жігіт жайлап, қыз денесіне бойлап ене берді. Ғажайып тәтті дүние есігіне ене берген қыз тәнін найзағайдай бір жарқыл осып өтті. Жанын көзіне көрсетіп, осып өткен жарқылдың не жарқыл екенін ұғып үлгермеген қыз тәтті тұңғиыққа қайта еніп жүре берді. Әлден уақытта қыз тәні жігіт бойынан бөлінген ыстық толқынды сезіне ме, онымен бірге бүлкілдей жөнелген өз тәнінің ләззатын үзіп алғысы келмегендей талықси көзін жұмды. Байланыстың нашарлығы ма, әлде аудан мен қой ауылдың шалғайлығы ма, Сабыр әскерге кеткелі 3 ай өтсе де әлі хат жоқ. Орналасып үлгермеген шығар. Алғаш барғандарға карантин деген болады. Сонысынан шыға алмай жатқан болар деп өзін өзі жұбатып қояды. Кешке қой ауылға төлшілер келді. 5 жігіттің біреуі Сабырдың ағасы Қанат. Екеуі соншалық ұқсас. Сабырды сағынған қыз кейде шай үстінде Қанатқа елжірейіп қарап қатып қалатын. Көз алдында ұмытылмас ләззат сыйлап кеткен Сабырдың алаулаған жүзі келеді. Сол кезде бойын ессіз құштарлықтың толқыны билеп, маңдайынан суық тер бұрқ ете қалады. Денесін әсіресе кіндігінен төмен ұйытып кеткен белгісіз бір сезімді әрең ырқып алады. Қанаттың өзін жиі жағалай бастағанын сезіп жүр. Сылтау тауып мұнымен жиі кездесіп қалады. Ал Сабырдан хат жоқ. Қанаттан сұрауға батпайды. Алыс қой, ауылда жатқан ол да аудан жақтағы өмірден бейхабар. Не айтар дейсің деп қыз жүрегі мұңая қалады. Маусымның алғашқы күнінен бастап қыз жүрегіне әлдебір күдік кірді. Айдың алғашқы аптасы аяқталып қалды. Аяғы ауырлап қалмаса етті. 2 күн бойы жүрегі айнып, одан сайын саса бастады. Таңертеңгі асқа қарай алмай, лоқси жөнелген бүгінгі жайы бар үмітін үзіп тынды. Енді қайтпек? Әкесі сессе ат бауырына салып сабайды. Діні қатты адам. Ауыл арасында жиілеп кеткен бұндай жайды естіп жүрген анасы ескілікті тәрбие алған. Әйел баланың оң жақта отырып, бала тапқаны сүйекке таңба, ат аттырып, сүйек сындырды деген жаман атақ сол деп отыратын. Шешесі кешпейді бұл қылығын. Әбден басы қатқан Айзат біресе Сабырды кінәлайды, біресе жігітке тоқтау айта алмай, дегеніне көне берген өзінің ессіздігіне қарғап жер жеберіне жетеді. Болар іс болды, бояу сіңді. Қалайда бір әрекет ету керек. Алдырып тастауға бейкүнә шарананың обалынан қорқады. Қартайғанда әке шешесін айналадағы қойшылардың салпетек әйелдерінің өсегіне жем етіп тірідей өлтіретін ойласа, өмір сүргісі келмейді. Істерге амалы жоқ, шарадай басы шақшадай болды. Еш нәрсе ойлап табуға қабілеті жоқ Айзат бей-жай отыр. Осы кезде марқайып қалған қозыны құшақтап мал қорадан шығып келе жатқан Қанат бұған қолын бұлғады. Қанат, салы суға кеткен қыз Қарманарға қара тапқанына қуанып кетті. Өзін екі оттың ортасына тастап кеткен Сабырды қия алмай, жылай отырып, ятын ойлаған Айзат бір шешімге келді. Өзіне ұнатып қалған кісідей елжірейіп қарайтын Айзат жақындап кетсе құбыжық көрген еліктей едірейе қалатын. Соңғы кезде өзіне бір түрлі жылылық танытқандай ма қалай? Қыздың бұл қылығы Қанатты үміттендіріп жіберді. Сүйкімді қара торы қызды бірден ұнатып қалды. Табиғаты тұйық жігіт сезімін білдіруге имене берген. Қыздың өзіне кет әр емес екенін сезгелі бойында батылдық пайда болды.
қозыларды қарауды ұмытып, олар ұйлығып жетеуі бірдей өліп тынған бір түн бәрін шешті. Арада апта өткесін ауылға атпен барып қайтқан Қанатпен ілесіп келген әке шешесі Айзатқа құда түсіп қайтты. Әскери дайындықта болып шайдан кейін ғана хат жазуға рұқсат алған Сабыр алғашқы 2 хаттың бірін Айзатқа арнады. Үйдегілерге мекен жайын білдіріп хабар жіберді. Арада аз уақыт салып үйден келген хаттың ішінен шыққан ағасы Қанаттың үйлену тойына түскен суреттерін көріп төбесінен жай түскендей болды. Өзінің хатын асыға күтіп жүр деген қалыңдығы туған ағасына әйел болып жатса, бұдан асқан солдат үшін соққы бар ма? Не болғанын білгісі келіп Айзатқа хат жазуға қанша оқталса да оның өз үйіне баратынын, хаттың ағасының да қолына тиерін ойлап, ол ойынан еріксіз бас тартты. Қанаттың өңде кені рас, тек өзін айырбастауға басқа еркек кіндік таусылғандай, жан тәнмен сүйген, әлі де болса ұмыталмас Айзаттың туған ағасын таңдаған қылығына түсіне алмай күйінді. Шытырманы көп әскери өмір жігіт жүрегінің жарасын жаза бастады. Дегенмен де сүйгенін басқаға қия алмас, қайран көңіл әлі де қиналып келеді. 2 жыл көзі ашып жұмғанша өте шықты. Қайтуға 2 аптадай ғана уақыт қалды. Осы тұста елден жеткен қаралы жедел хат Сабырды уақыты бітпей әскер қатарынан босатты. Ағаң қайтыс болды, тез жет деген 5 сөз жүрегіне шаншудай қадалды. Қанатым, жан ағам, өкпеге тіпті қызғанышқа да қиып жіберген тете өскен ағасын өлімге қия алмай ұзақ жылады. Дәл шығарар күні жаназасының үстіне сеткен Сабыр бауырымдап, боздап келіп киізге оралған ағасының мәйітіне өкіре құлады. Бұл көрініс жаназаға жиналған жұрттың көңілін босатып, көзіне жас алмаған пенде болмады. Мәйіттің жанында отырған Айзат сол сәтте талып түсті. Сылқ етіп құлап бара жатқан жас келіншекті байқаған Сабыр жас жуған жанары тұманданып демей берген. Былқ-сылқ еткен жас денені көтеріп алып, олардай шулап жылаған елдің арасымен алып өтіп, үйге кіре берістегі төсекке шалқасынан жатқызды. Келіншектің Айзат екенін сонда ғана барып таныды. Нашатыр спиртін ескерткесін селк етіп көзін ашқан Айзат Сабыр деп күбір етті де қайта талықсып кетті. Қанаттың қырқын беріп зират басына барып қайтқан көптің соңында ілбіп келе жатқан Айзат өз оймен арпалысуда. Өзінің ар-ұятын үнсіз көтеріп алған Қанаттың байыпты, ақылды жүзі мен Сабырдың күн өткен сайын көретін жауап күткен сұраулы жүзі кезек алмасып жанарына маза берер емес. Үйленгеннен кейін 7 айда 9 айлық балпанақтай ұл туған. Бұның жанын қинап, басы артық бір сұрақ қоймап еді жарықтық. Кешкісін ұйықтап жатқан сәбидің жүзіне үңіліп, өзіне ұқсастық іздеумен болатын. Арман Қанатқа қатты ұқсап туды. Тек сәбидің иегіндегі терең ойық пен оң жақ бетіндегі терең шұңқыр Айзатта да Қанатта да жоқ еді. Ол екеуі де арманға айнымай қонған Сабырдың белгілері болатын. Бұл ұқсастықты Сабырдың өзі де байқаған сыңайлы. Өткенде есік алдында ойнап отырған Арманды алдына алып, оның иегіндегі ойық пен бетіндегі шұңғылды сипап, дәл сондай өз бетіндегі белгіні басып көріп, ойланып отырып үстіне түскен. Өзін байқап қалған Сабырға жұмбақтау жымиып бас изеп өте берді. Қанат қайтқалы бері Арман да Сабырдың қойнынан шығар емес. Сәби жүрек сезе ме кім білсін. Өткен жол телевизор көріп отырған Сабырды папалап барып алдына шығып отырып алды. Ештеңеден хабар жоқ қарттар. Құлыным-ай, Сабырды папасына ұқсатып жүр-ау, алда қарғамай деп күрсініп көз жастарын сығып алды. Бірі қайны, бірі жеңге болып, сүйіскен 2 жүрек бір шаңырақ астында, 2 бұрышта аһ ұрды. Көзден кетіп көңілден суған 2 жыл серік болған Қанат келіншек үшін ұмыт бола бастады. Оның есесіне көз алдында жүрген Сабыр күндіз күлкі түнде ұйқыдан айырды. Қанатпен өткен 2 жылда әйел болып Сабыр сыйлаған алғашқы ләззатындай сезімді сезініп көрген емес. Кейде Сабырдың ыстық құшағы түсіне еніп, түсінде ғана рахатын табатын. Өзінің Сабырды әлі де ессіз сүйетінін, жарықтық күйеуі тірі күйінде мойындап, қайнысының келер уақыты жақындаған сайын бойын бір қорқыныш билеп алатын. Інісі мен әйелінің арасындағы бұл байланыстан бейхабар болса да, Құдай солай шешті ме, әлде маңдайына жазған ғұмыр келте болды ма? Әйтеуір Қанат аз ғана қиналып, бұл өмірден баз кешті. Бірақ аптада мұрны аузынан қан кетіп, өмірден өтті де кетті. Ауданда мұндай жас өлімдер көбейіп кетті. Бір жағы Семейдің полигоны, бір жағы мына тиіп тұрған Тарбағатай тауларының ар жағындағы Қытайдың Лавнор деген атом полигонының әсері дейді жұрт. Кімді қандай тағдыр күтіп тұрғанын бір Алла біледі. Ал өзі бүгін 2 аттам жерде қабырғаның ар жағында жатқан Сабырдың ыстық демін аңсап, бойын жайлап алған құмарлықпен алысуда. Ләззат аңсап сансыраған әйел санасы анда-санда селт етіп, көмескілене бастаған күйеуінің аруағынан кешірім дәметіп, кешір Қанат, кешір деп көбірлеп кетеді.
Ата-енесі бүгін таңғы салқынмен ат арбасын жегіп, көрші ауылдағы кіші қыздарына кетті. Бүгінде жанар жағар майдың тапшылығынан ауылдағы жұрттың бәрі темір тұлпарларын қаңтарып қойып, көбіне ат арбамен жүретін болған. Екі ауылдың ортасына жастар атты жегіп алып, такси ретінде де ақша тауып жүр. Техниканың даму шегіне жеткен 20 ғасырдың аяғында шалғайдағы қазақ ауылдарында осындай жайлар болып жатады. Қарттарды аттандырып салып, сиырын сауып, малды үйдің сыртына өргізіп жіберді де, жантая тұрмақ болып, өз бөлмесіне қарай өте бере сол жақтағы Сабыр жатқан бөлменің есігінен қалай енгенін өзі де білмей қалды. Кеудесін жалаңаштап тастап таңғы тәтті ұйқы құшағында жатқан Сабырдың өзі жақсы көретін иегіндегі ойықты сипамаққа қолын апара берді. Сол сәтте Сабыр келіншектің білегінен ұстай алды. Қарулы қолдың қарымына қарсылық жасауды ойламаған Айзат еріндерін ашып көзін жұма берді. Енді бір сәтте жалындап жатқан жігіттің құшағы мен толықсыған келіншектің шиыршық атқан денесі сезім толқынындай болған көк торқын көрпенің астында біресе аласау толқындай тулап, біресе жай ғана бүлкілдеп жатты. Әбден тоят тауып, шаршаған ауысқан екеу бір-біріне еркелей жымиысып, құшақтарын қайтып айырмастай қаусыра түсті. Адасып табысқан қос жүрек бірге соғып, бірге тыныстап жатты. Әңгіменің соңы.